Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне арналмақ балалар. Мен сендерді бүгін сабақтың басында осы біздің Қазақстан Республикасының тұңғыш президентімен және қазіргі президентімізбен таныстырып өте кеткім келіп отыр. Балалар, мына суретке назар аударайық. Балалар, барлығымыз мына суретте сендер кімді танып отырсыңдар? Бұл кім біледі? Олжас орнынан тұра ғой. Атай ғой, бұл кісі кіммен бізде? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Балалар, бұл кісі біздің Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті балалар. Солай ма? Жарайсыңдар. Ал мына балалар, екінші кімнің суреті бізде? Кім айтып береді? Бексұлтан орнымыздан тұра ғой. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біздің Қазақстан Республикасының қазіргі президенті. Жарайсыңдар балалар. Балалар, 2012 жылы 1 желтоқсан күні балалар тұңғыш президент күні болып Қазақстан Республикасында жарияланды. Ал сол балалар 1 тұңғыш президент күні мерекесіне орай дайындаған тақпақтарын кім айтып береді маған? Келе ғой, Бексұлтан айтып берсін. Балаларға қара. Бүгініміз асқан, бүгініміз асқан, оқымыне ұсын күн керек жетік бұланға. Жарайсың. Ал екінші келеді бізге Арыспек келді тақпағында айтып бере ғой. Қолымыз белде. Ал қатты дауыстап. Қазаннан туын тіккен елбасы. Ұл-қызынан ұмыт күткен елбасы. Қазаян аялаған елбасы. Қиындықтан сая болған елбасы. Жарайсың. Отыра ғой. Ал келесі болып бізге тақпақ айтатын. Аяғым келеді, тақпағын айтады. Ал қол үйіп күн ұстап, әдемілеп, дауыстап тақпағын айта ғой. 20 жолды еліңді сөндірмей келесің, естігенді естіген Нұрсұлтан дегересің. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Керемет балалар, мерекеге орай тақпақтарыңыз керемет екен. Ал балалар, келесі балалар, біздер сіздерді Қазақстан Республикасының рәміздерімен таныстырғым келіп отыр. Міне, бірінші біздің Қазақстан Республикасының рәмізі, ол біздің әнұранымыз балалар. Міне, ал екінші біздің рәмізіміз, ол елтаңба балалар. Ал тоқталып кететін болсам, елтаңбаға балалар, қараңдар, елтаңбаның ортасында мына шаңырақ бейнеленген балалар. Шаңырақ Қазақстан Республикасының бір тұтастығы жөнінде балалар жөнін білдіреді балалар. Ал мына екі жақтағы қыран құс, ол мәңгілік өмірдің балалар бейнесін білдіріп тұр. Ал мына төбедегі 5 жұлдыз балалар жарқыраған, Қазақстан Республикасы жарқыраған ел түсінігін білдіреді. Ал балалар, үшінші біздің рәмізіміз, бұл біздің балалар Қазақстан Республикасының көгілдір туы. Ол туында балалар, қараңдар, міне, туының бір шетінде балалар, бір жағында біздің қазақтың ұлттық ою бейнеленген, ал ортада балалар қыран құс пен күннің суреттері бейнеленген балалар. Ал балалар, олай болса, менің бүгінгі сұрақтарыма жауап бере кетіңдерші. Біздің республикамыз қалай аталады? Қазақстан. Жарайсыңдар. Ал сендердің ұлттарыңыз не? Қазақстан. Қазақпыз. Шатыспаңдар, иә? Ал балалар, біз қай тілде сөйлейміз? Қазақстан. Қазақ тілінде сөйлейміз балалар. Ал балалар, енді айтыңдаршы, біздер қай қалада тұрамыз? Қазақстан. Ал сендер отаныңызды сүйесіңдер ме? Жақсы көреміз бе? Құрметтейміз бе? Қадірлейміз бе? Аялаймыз ба?
Ал ол шын болса балалар, біздің отан туралы мақал мәтелдерді айтып беруге шақырамыз. Олжас келе ғой. Қолымыз белде. Ер енді, қой жерінде. Жарайсың, рахмет саған. Ал бізге енді мақал айтуға шығады. Аянат шығады, келе ғой. Қатты дауыстап айта ғой. Отан елдің анасы, ел анасы. Жақсы, жарайсың. Ал Исламбек шығып мақалын айтады маған. Ал балалар, олай болса, енді балалар оқу қызметіміздің ортасында мен сендерді ойынға шақырғым келіп отыр. Ойынның атауы балалар кесілген суреттерден бүтін құрам. Құрастырамыз ал. Құрастап әдемілеп, қайсы керемет бізде карта шығу керек. Қазақстан Республикасының туы шығу керек. Елтаңба шығу керек. Ал енді тағаламыз. Жарайсыңдар. Тағаламыз қасында. Жақсы. Жарайсыңдар. Орындарыңызға отыра қойыңдар. Орындарыңызға отырамыз. Балалар, бізде қандай керемет Қазақстан Республикасының картасы, Қазақстан Республикасының көгілдір туы, Қазақстан Республикасының елтаңбасы шықты. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, олай болса біздер қазір сендермен кетті орамал ойын ойнаймыз. Ал бірімізге береміз. Кетті орамал, кетті орамал. Ал кетті орамал. Қолдар тесік. Кетті. Ал бірімізге береміз. Ал. Жоқ, аяруда тоқтап қалды орамал. Ал аяруда тақпағында айта ғой. Листопад, птицы желтые летят. Может, это не птицы, это собрались далекий путь. Может, это просто лето, улетает, отдохнет, сил наберется и обратно к нам вернется. Жарайсыңдар балалар, қол соғамыз, аяруға жақсы. Балалар, ал біз ойынды олай болса жалғастырамыз. Ал кетті орамал, кетті орамал. Аха, ал жақсы. Бексұлтанға келді орамал. Ал Қампа тойды астыққа, ауыз саған атын күз. Өзден састыққа, қапқа қауын адық біз. жақсы, жарайсың. Ал жақсы балалар, ойынды біз Бексұлтаннан бастап жалғастырамыз. Былай қарай береміз. Ал Исламбекке келіп жетті, тақпағында айта ғой. Суға лесиқы өткен мереке, бәрі zemez пысы биттен береке, автокы замылсық аласын, әкінау саттыққа тосын бүгінде. Жарайсыңдар балалар. Ал соңғы біз ойынымызды. Ал кетті орамал. Олжасқа тоқтады орамал. Ал қолымыз белде, тақпағымызды айтып бере ғой. Алақай, балалар, күз келді бізге енді қараңдар, бақшада бәрі бар, алмарар, ақтарар қауындар. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, соңғы рет ойынымызды береміз. Бала жалғастырамыз. Айына. Бере ғой. Тоқтады өлеңіңді айта ғой. Қандай не айтасың? Тақпақ айтасың ба, не айтасың? Айта ғой. Күздің қазан айында алма пішеді, жапырақтар шағайып, сындыр түседі. Жарайсыңдар балалар. Рахмет сіздерге. Қол соғамыз балалар. Енді біздер балалар бұл ойынымызды аяқтаймыз. Сіздерге ойын ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, бұл макеттерге назар аударайықшы балалар. Бұл біздің Ақтау қаламыздың көрікті жерлерінің ғимараттары балалар. Мынау балалар, қараңдаршы барлығыңыз. Мынау бізде Ақтау қонақ үйі. Ал мынау бізде балалар Ақтау қаласының бизнес орталығы.
Ал мынау бізде Ақтауымыздың қақ ортасында орналасқан балалар Ақтау мешіті. Ал мынау бізде балалар мәңгілік алау балалар. Ал біздің Маңғыстау облысымыз, Ақтау қаласымыз мұнайлы өлке болған соң, мынау балалар мұнай шығаратын өңір. Мынау біздің Каспий теңізіміз. Осындай біздің Ақтау қаламызда көптеген көрікті жерлеріміз бен орындарымыз бар. Ал балалар, бүгінгі біздің оқу қызметіміз балалар осымен аяқталды. Тұңғыш президент күні барлығымызға да құтты болсын. Еліміз тыныш болсын, басымыз аман болсын балалар.